Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Алтын Орданың өркендеуі және құлауы. 15 ғасырдың бірінші жартысында Өзбек хан мен оның ұлы Жәнібек билеген тұста Алтын Орда өзінің ең жоғарғы өркендеу деңгейіне жетті. Өзбек хан Батудың ұрпағы болатын, замандастары оны кісілігі мол, даңқы да ержүрек адам ретінде сипаттайды. Ол бірнеше тіл білген. Өзбек хан исламды Алтын Орда мемлекетінің ресми діні етіп біржолата бекітіп, орталық билікті күшейтіп, құрылтай шақыруды тоқтатты. Нақты осы Өзбек хан билік еткен жылдары деректерде алғаш рет өзбектер мемлекеті деген сөз тіркесі пайда болды. Өзбек хан керуен саудасының дамуына көп көңіл бөлді. Орда Батыс Еуропа, Кіші Азия, Қытай, Үндістан, Мысыр елдерімен қызу сауда жүргізді. Мемлекет қала құрылысының өркендеуіне көп көңіл бөлді. Сығанақ, Отырар қалалары қайтадан ірі қолөнер және сауда орталықтарына айналды. Отырарда 13 ғасырдың 30 жылдарында ақша сарайы жұмыс істеді. Бұл сарай 3 түрлі теңге, алтын динарлар, күміс дирхемдер, мыс фелстер шығарды. Енді біз Алтын Орданың құлауын қарастырайық. Жәнібектен кейін таққа оның ұлы Бердібек отырды. Билікке құмар және өте қатал болған ол тақ үшін таласта бәсекелестердің бәрін жойып жіберді. Соның нәтижесінде Батудың тікелей ұрпақтарынан ешкім қалмады. Алтын Ордада нәубет кезең мен сарай төңкерістері басталды. 1359 және 1379 жылдар аралығында билікте 20-дан астам хан ауысты. 1380 жылы Алтын Орда билеушісі Мамайды Куликов шайқасында Мәскеу князі Дмитрий Донский әскерлері талқандады. Шыңғыс хан ұрпағы Тоқтамыс хан Мамайдың жеңілісін пайдаланып, Әмір Темірден қолдау сұрап, Алтын Ордадағы билікті тартып алды. Әскери жеңістермен өз билігін нығайтуға ұмтылған ол 1382 жылы Мәскеуді өртеп, князьдардың салық төлеуін қалпына келтірді. 1389, 1391 және 1395 жылдардағы үш жорық нәтижесінде Әмір Темір Алтын Орданы талқандады. Алтын Орданың барлық қалалары қиратылды, сауда және қолөнер орталықтары құлдырады. 1395 жылы тақтан түскен Алтын Орданың ханы Тоқтамыс 1404 жылы Түмен қаласының маңында қаза тапты. 15 ғасырдың 50-60 жылдары Алтын Орда мемлекеті толықтай құлады да, оның иеліктерінің орнында бірнеше жаңа түркі мемлекеттері пайда болды. Олар Ноғай ордасы, Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары құрылды. Олар кейін орыс мемлекетінің құрамына енді. Осымен оқушылар, бізде сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.